Құрметті YouTube көрермендерім, Экомама парақшасына тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті сіздермен керемет, еміңізге шипа болатындай ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Мұқият видеоны соңына дейін көріңіздер. Яғни, пиязды білесіздер көпшілігіміз бұрыннан оны аталарымыз, әжелеріміз өз еміне жаратқан. Пиязбен емделуге де болады. Суық дегенде қазақ халқының санасына ең алдымен пияз келеді. Пияз немесе сарымсақ. Расында да, пияздың көптеген аурулардан айықтыруға ықпал ете алады. Тек суық дегенде ғана емес, одан да ауыр сырқаттарға душар болғанда да зор әсер беруге мүмкіндігі бар. Пияз несімен жақсы? Бұл барлығына да қол жетімді көкөністердің бірі. Оны гипертониялық ауруларда, атеросклерозда, тіпті инсульт кезінде де жәрдем береді. Пиязбен емделу тәсілдері көбіне созылмалы бронхит, тұмау, ангина, екпе қабынулары кезінде қолданылатын белгілі. Кейбір адамдар пиязды іріңдеген жараны кетіру үшін де қолданады. Сыздауық немесе тағы да басқа осыған ұқсас суықтан пайда болған ауруға ұшырағанда пияз қабығын қыздырып, жара үстіне тамып қойса, тез арада іріңді сорып алады. Мұның бәрін тізбектеп айта беруге болады. Мысалы, пияз аса қатерлі катаракта ауруына да оң әсерін тигізеді деп жазады. Ауырмаңыздар. Көздің көруі қатты нашарлағанда пияздың суын сығып балмен араластырып, немесе бір пияздың суын сығып алып, қайнатылып салқындатылған бір стакан суға құйып араластырып, оған бір шай қасық бал қосып араластырып, көзге 1-2 тамшыдан күніне 3 рет тамызып отырсаңыз, көздің көруі күннен күнге жақсара бастайды. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге менің бүгінгі ақпаратым ұнаған болса, яғни сіздерге пайдалы болып жатса да, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар және осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен сіздерге бұл менің әжемнен қалған рецепт болғасын сіздерге ұсынып отырғаным себебі сол. Рахмет.